Good day, dear pupils. Құрметті оқушылар, біз бүгін 7-ші сыныпқа арналған 4-90-ның 1-ші БЖБ-сын талдамақшымыз. Яғни бұл 8-ші бөлім Healthy Habits деп аталады, яғни денсаулық әдеттері, яғни денсаулық сақтау үшін не істеуіміз керек деген тақырыпта. The first task is listening. Бірінші тапсырмамыз бұл listening, яғни тыңдалым. Listen to the conversation and fill in the gaps. No more than 3 words. Яғни қалып болған сөздерді қоюымыз керек, және ол 3 сөзге дейін болса болады. Яғни 3 сөз қоюға болады, одан артық қажеті жоқ. Біз уақыт алмас үшін бірден дұрыс жауаптарын көрсетейін. Барлығы мына жерге 6 сөз қойылу керек, иә? Мінекей олар: біріншісі exercise, екіншісі health, үшіншісі cold, төртіншісі aches and pains, бесінші healthy, алтыншы midnight snacks. Яғни жаттығу, денсаулық, суық тию, тұмау, жарам және басқа да аурулар. Healthy, яғни бұл денсаулығы мықты. Midnight snacks, яғни түнгі тамақ ішу, яғни түнде тамақ жеу деген мағынада. Міне бірінші тапсырма бойынша осылай. Next task is writing, яғни жазылым. Pre-writing activity бұл яғни бірінші жазам дегенше не істеуің керек. Look at some healthy habits, pictures and brainstorm your ideas. Яғни мына сұрақтарға қарап, ойын жинақтап ал, яғни жалпы денсаулық әдеттері туралы жазуымыз керек. Write down about 4 healthy habits you know. Яғни кемінде, яғни 4 осындай денсаулық сақтау үшін не істеу керек, сондай 4 кеңес айтуың керек. Ол үшін introduction, мінекей бізде кіріспе болу керек. What healthy habits you know and what the most important are. Яғни қандай жолдарын білесің және ең маңыздысы қайсы негізгі бөлімінде. Ол сен үшін жақсы, мысалға, мынау жақсы, мысалға деп айтамыз. Conclusion, қорытынды. Give your own opinion why healthy habits are important in a human life. Яғни адам өмірінде осы денсаулық сақтау әдеттері не үшін маңызды дегенге өз ойыңды жазып қорытындылауың керек. Бірақ біз мына қорытынды, негізгі бөлім дегендерді жазбаймыз. Мен оны мешітке дайындап қойдым, мінекей. Бірінші мынау кіріспеміз. Health is above wealth, яғни денсаулық зор байлық деген сияқты. We should make our healthy habits because habits are our life. Яғни біз өзіміздің сондай әдеттеріміз жасап алуымыз керек, себебі бұл әдеттердің барлығы, яғни біздің өміріміз. Get a good night's sleep is good for your health. Яғни түнгі ұйқы денсаулығыңа пайдалы, жақсы. Example, мысалға, without sleep you haven't any energy. Яғни ұйқысыз, яғни сенде ешқандай энергия болмайды. Doing a physical activity makes better your mood too. Және физикалық іс-әрекеттер, жаттығулар жасасаң, ол сенің көңіл күйіңе де әсер етеді, жақсартады. Also eat fruit and vegetables and drink plenty of water. Improve and you feel better yourself. Яғни көкөністер мен жемістерді жеу, су ішу, бұл сені дамытады және сен өзің жақсы сезінесің. Eat too much junk food, eat late at night, watch too much TV are bad for you. Яғни нелер жаман? Яғни fast food жеу, түнде тамақ ішу, немесе түнімен, яғни көп телевизор көру. Және қорытынды, өзіміздің ойымыз жазамыз. Keep healthy habits is great way to keep fit. That's why healthy habits are important in a human life. Яғни осы әдеттерді сақтану, ұстану, яғни сенің денің сау болудың бір жолы. Сондықтан осы денсаулық әдеттері адам өміріндегі ең маңызды нәрсе деп қорытындылады. Мінекей осылай, бұны өзгертіп те осылай жазсаңдар болады. Ол үшін 8-ші бөлімді кітап пайдаланып, яғни сода суреттер арқылы қандай тағы ақыл кеңес берер едің деген сияқты жазсаңдар болады. Барлығы 10 балл. Біріншісіне 6 балл, екінші тапсырма бойынша 4 балл, сонда барлығы сендерде 10 балл шығады. Сұрақтар болса, комментарийға жазуға болады. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Әлде талай алда БЖБ-лар және ТЖБ-лар шығып тұрады.
Okay, goodbye, good luck to you. Оқушылар, сендерге сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.